субсидиялардың ұрланатыны туралы әңгімені барлығымыз білеміз. Триллион. 2 триллион деген әңгіме жүр ел аузында. Триллиондар туралы әңгіме айтылады. Соны қалай ұрлайды? Оның қалай документін толтырады? Документін толтырғанда оған сіз, малшы мен ондай документтер жасай алмаймыз. Жалпы халыққа керек емес, бір дөкейлерге керек схема сызылады. Содан кейін қуыршақ не құрылады? Бір шаруашылық құрама, предприятие көбінесе туалар, солар құрылады. И соныменен ана кабинетте отырғандар бір-бірімен енді бұл нағыз жемқорлық бүгінгі баға береді, иә? Сыбайлас жемқорлық, бұлар сыбайлас болады да, сол предприятиялар арқылы шығады. Бірақ сонда да қарақұрым қазақ оған да жетсек деп жағы ұзын мыңдаған, 10 мыңдаған тізім тұрады. Шаруалар таңертеңнен кешке дейін ана компьютерді күзетіп отырады. Қашан ана МСХ-дағы біреу бүйтіп кнопканы басады да ақшаны жаңағы порталда ашады, біз сол кезде заявка тапсырайын деп. Таңертеңнен кешке дейін отырады, ашпайды. Порталды түнгі сағат 2-де немесе 3-те өзінің адамдарына звондайды. Бәленбай уақытта ашылады деп. Түнгі сағат 2-де шаршаған шаруа не жасайды? Ұйықтап атады. Сол кезде ашық қалады. Оны министрлік білмей ма сонда? Министрлікке тіпті шынымды айтан басшылары, өкімет басшылары тапсырма берді. Ана ұсақ шаруаларға амал жасаңдар деп. Енді мен сізге айтып отырмын, міне бүгін мені қатыстырмай, мен сияқылды қарапайым оларға қарсы сөйлейтінді қатыстырмай, әні заңды қабылдап жатыр. Министрі бар, жағы дөкейлері бар. Сіз қатсам деп өтініш бердіңіз? Мен рабочий группада бармын. Маған Zoom-ның сілтемесін бермей, өздері отырып алып, қазір том пішіп жатыр. Президенттің тапсырмасын аяқпен таптау деген осы. Қазір субсидияладағы ең өзекті мәселе ұсақ шаруалардың қаражатқа қол жетпеуі, Қуаңшылық, жұт. Жаңа заманауи суармалы технологияларды енгізу керек. Суармалы жаңағы пивот дегендер бар, соны ал келіп енгізу керек. Енгізу керек деп дауласып енгіздік. Енді соңғаны жобасында, проектісінде бейтіп жазып жіберіпті. Суармалы технологияларды енгізу керек, бірақ ол енгізуді жасау үшін шаруада кемінде 200 гектар жер болу керек. То есть біздің Түркістандағы 300 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 15 гектар, менің достарым 50 гектар, 100 гектар аут. Олар мемлекеттік қолдау алмайды. Жалпы биылда қуаңшылық бола ма деген болжам бар. Сонда не болады? Өткен жолы президент айтты ғой, мынау шаруашылықты баяғыдай бағдарлама дегенді қойыңдар. Қазір тұжырымдама, одан кейін концепцияларды бекітіңіздер, сонымен қимылдайық деді. Сол концепцияны, ауыл шаруашылығын даму концепциясын ең финальный версиясы өтіп бара жатқанда қарасам, ананың ішінде су деген сөз жоқ. Анаған бәленбай береміз, шошқаға түгенбай береміз, ана құс фабрикасын ұстаған байлар бір 5-6 ғана, соларға бәленбай береміз. Алына суару жүйелері, заманауи суару технологиясы сол жоқ. Соны айттым, дейіндеріңіз салма, мыналарыңызды кіргізіңіздер дегеннен кейін кіргізді. Но кіргізгенде де жаңағы 200 гектардан жоғары қалғанына жоқ. Мал басы күрт азайып кетсе не болады? Ресми дерекке сүйенсек, Маңғыстау облысында 3400 мал өліпті, 3600 мал өліпті. Ал шаруалар айтып отыр, біздің Маңғыстауда бүгінгі күнде 30% ғана мал қалды дейді. Мен айтқам 30%-ға мал азаяды деп. Керісінше мен қателеспін, мойындаймын. 70%-ға мал азайды, 30 ғана қалды. Ал кетіп үлгеретін байлар ал кетіп үлгерді, қалған қарапайым қазақтың малы өліп жатыр. Әлихан Асханұлына жетіп, Ералы Тоғжалыұлына тапсырып, ручной управлениемен 50 теңгеден кебекті жасадық. Сонымен ана 30% малды аман алып қалсақ. 30% деген рас дерек па? Мен сізге неше телефон берем шаруалардың, әкімшіліктің емес, Маңғыстаудың 10 адамының телефон берем шаруасының. Мен олардың жағы телефондарын на выбор сізге бергізем. Сіз соларға звондаңызда қанша мал қалды Маңғыстауда деп сұраңыз, айтып береді. Былтырғы жағдай қайталанса, ең құрғанда сол жағдайда қалай қимылдау керектігінің механизмдері жасалды ма, сіздерге таныстырылды ма? Жоқ, механизм түк жасаған жоқ, бірақ оның шешімі қарапайым. Үйімізді алайықшы, үйімізде сенде астық болса, жарайды, әйелің бала шағаң тоқ болу керек, малың аш болмау керек, Біздің үйде қазір Қазақстан деген үйімізде біреулердің лоббиі жаңағы министрға өтіп 8 миллион тонна астықты сыртқа сатып жатыр. Малымыз аштан өліп жатыр. Бірақ миллион тоннан Қазақстанға қалдырса, бүкіл қазақтың малы аштан өлмейді. Оған не жетпейді? Білім ба, жоқ әлде біреудің қолды жағы арнайы мүддесін қорғап жатыр ма?
Мен білем, мен саланың маманымын, мүддені қорғап жатыр. Ауыл шаруашылығына 350 миллиард теңге ақша береді. 300 миллиард теңге ақша береді. Бірақ оны мынау нан өссінде, бұл қазақтың наны арзан болсын деп береді. Дұрыс па? Әлемде бірде-бір мемлекет субсидияны сыртқа жібермейді. А біз қазаққа арзан болсын деген бидайды аламыз да, арзан бидайды аламыз да, Өзбекке, ауғанға, Иранға беріп жатырмыз. Бұл деген түбегейлі дұрыс емес саясат. Алмазбек, комментарий бергеніңізге рахмет, сәттілік тілеймін. Не болса да биыл енді қуаңшылық болмасын.